Еш қандай сізден жамандық шықпайды. Еш қандай жамандық шықпайды. Себебі сіздің ойыңызда, сіздің түсінігіңізде не бар? Менің әрбір істеп жатқан нәрсемді Аллах Тағала көріп тұр. Өкінішке орай көп адамдар сұрақ қояды. Пәленше деген, ана намазхан ғой, бір-бірімен араласуды тоқтатқан. Пәленше деген намазхан ғой, бірақ базарда мал сатады, біреудің малын алдап сатады. Пәленше деген манандай жұмыс істейді ғой, деген сияқты сұрақтар қазіргі таңда ана намаз оқымайтын адамдар емес, намаз оқитын адамдардың сенімі өте аз болады. Себебі баяғыда ана адам намаз оқиды десе, бүкіл адамдар, бүкіл жұрт соған сенетін болған. Себебі ана намаз оқиды, анадан жамандық шықпайды деген сияқты ойда болатын. Қазіргі таңдашы бәрі нәрсе намазхандардан шығып жатыр деген сияқты сөзді естіген кезде Алла сақтасын, таң қаласыз. Сондықтан әрбіріміз не істеуіміз керек? Ана намазхан деген атқа лайықты Аллахтың құлы болуымыз керек. Намазхан деген атқа лайықты пайғамбар алейхиссалату вассаламның үмметі болуымыз керек. Себебі Аллах Тағала Құр'ан-ы Кәрімде не деп айтты? Аузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна-ссалата танха анил фахшаи вал мункар. Намаз өзінің иесін фахш жамандықтардан қайтарады деп айтты. Енді әрбіріміз өзімізге сұрақ қояйық. Мен намазханмын. Менің намазым қабыл болып жатыр ма, қабыл болмай жатыр ма деген сияқты сұраққа әрбір адам өз жауап берсе болады. Себебі әрбір адам өзінің басынан өтіп жатқанын өз біледі. Кәні мен бүгін не істедім? Кімге қандай жақсылық жасадым? Кімге қандай жамандық жасадым? Кімнің ақысын жеп қойдым? Кімге бүгін бір сауапты жұмыс істедім? Жүрегіңізбен бір қуанышты өміріңіз өтіп жатыр ма? Ешкімге зияныңыз тиіп жатқан жоқ па? Ойлаңыз, сіздің намазыңыз қабыл болып жатыр иншалла. Себебі сіз жахилет кездегі әдетіңізді тастадыңыз ба? Жахилет кезіндегі өзіңіздің жаман әдеттеріңізді тастаған болсаңыз, намазға жығылғаннан кейін құлшылыққа өзгердіңіз ба? Біліңіз, сіздің намазыңыз Аллахтың құзырында қабыл болып жатыр. Себебі Аллах Тағала инна-ссалата танха анил фахшаи вал мункар. Егер де жахилет кезіндегі әдетіңіз болса, сіз намаз оқып жатырсыз, қажылыққа барып келдіңіз, сондай намазхандардың қатарында сондай қажекеңдер де жоқ емес, өкінішке орай. Арақ қоятын жерлерге барып беймарал отыра салады. Болды, ол ана молдалар айта береді ғой деп. Сіз қажылыққа барасыз ба? Бір күнде 5 мезгіл намаз емес, 50 рет намаз оқисыз ба? Сіз жахилет кезіндегі әдетіңізді тастамадыңыз ба? Біліңіз, сіздің беріп жатқан зекетіңізде, оқып жатқан намазыңызда, құлшылығыңызда ол бір тиын, құрметті жамағат. Себебі бұл Аллахтың сөзі. Аллах Тағала Құр'ан-ы Кәрімде пайғамбар алейхиссалату вассалам хадистерінде айтты ма? Ода үлкен хикмет бар да. Сахабалар радиаллаху анхумалар қалай болған? Хазірет Омар радиаллаху анхуның тарихын көпшілігіміз білеміз. Хазірет Омар радиаллаху анху қандай адам еді? Бірақ иманға келген кезде қандай адам болып кетті? Хазірет Омар радиаллаху анху сондай дәрежеде болды, тірі кезінде жәннатқа кіретін білген сахабалардың қатарында болды. Бірақ сонда да не деп айтты Омар радиаллаху анху? Хазірет Абу Бакр радиаллаху анху қандай адам еді? Мен егерде Аллах, егерде менің аяғымды, мен егерде жәннаттың есігінің бірінші аяғымды, бірінші қадамды қойсам, екінші аяғым кірмегенше мен жүрегім тынышталмайды деп айтты. Олар тірі кезінде жәннати сахабалар деген атқа ие болған сахабалар еді. Бірақ олардың жүрегінде қорқыныш бар да. Біз альхамдулилла намаз оқып жүрміз. Біз жәннат қолымызда да, билет қолымызда. Беймарал жәннатқа кіріп кеткен сияқты өмір сүріп жатырмыз. Бір-біріміздің кемшілігімізді айтқан кезде, бір-бірімізді жамандаған кезде жерге кіргізіп жібереміз.
bir-birimizді егерде мақтаған кезде аспанға шығарып жібереміз. Бірақ өкінішке орай осындай әдеттерді негізі тастау керек та. Мұсылман адам кім болса да, мұсылман сондай адам болу керек, өзіндегі кемшіліктерді, өзінің нәпсіне тиетін бүкіл нәрселерден ол арылу керек. Себебі сондай болдыңыз ба, біліңіз сіздің құлшылығыңыз қабыл болып жатыр. Алла сақтасын, сондай болып қалғанымызда, себебі пәленшелер андай істеп жатыр. Өмірімізді пәленшелерге бүйтіп не қойғанбыз. Біз өмірімізді шариғаттан алуымыз керек. Шариғаттан Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде «Лақад кәна фи расулиллахи усватун хасана». Біз үлгіні кімнен? Аллахтың елшісі пайғамбар алейхиссалату вассаламнан, ол кісінің сахабалары, салаф салихтардан алуымыз керек. Егер де біз өмірімізді солармен салыстырмайтын болсақ, Құдай сақтасын, Алла сақтасын, біздің істеп жатқан құлшылықтарымыз еш нәрсе емес. Еш нәрсе емес бұл құлшылықтарымыз. Сондықтан құрметті жамағат, бұл өмір бәріміз көріп жатырмыз. Бұл өмірде не деген адамдар кетіп жатыр? Ойламаған жерден не деген адамдар кетіп жатыр? Бірақ мен ертең солардың қатарында мен болып қалам ба деген ой болмаса бізде, Құдай сақтасын. Сол адамдардың қатарында ертең менің жаназама адамдар кеп қалсашы деген ой болмаса, біз мына күнәдан өзімізді тоқтатпаймыз. Себебі бізге Аллах Тағала бір 100 жыл өмір сүратын сияқты, бір мүмкіншілік берген сияқты да жүре береміз. Хазірет Омар радиаллаху анху бекерге айтпағанда, әрбір адам ұйықтап жатқан кезде өзін есепке алу керек та. Бүгін мен не істедім? Бүгін мен азанда тұрғаннан ұйықтап жатқан уақытыма дейінгі әрбір күніңізді есепке алып көрсеңізші. Bir апта, bir 10 күн, bir ай сондай амалды істеп көріңіз, өзгересіз иншаллах. Өзгересіз. Себебі егерде бүгін бір адамды ғайбаттап қойдыңыз ба, бүгін барлығыңызда ойладыңыз, пәленшенің үстінен мен ғайбаттап қойған едім. Ертең барып кешірім сұраңыз. Нәпсіңізге ұнамайды бірақ. Пәленше, мен сізді ғайбаттап қойған едім, артыңыздан бір жаман сөз айтып қойған едім, кешіріңіз. Bir рет істең, 2 рет істең, ол нәпсіңізде сол нәрсені істемейтін болып қалады. Себебі сіз пенделішілікпен істедіңіз, ертесіне барып не істедіңіз? Аллах үшін кешірім сұрадыңыз. Сондай біреудің ақысын жеп қойдыңыз ба, барыңызда сол ақын қайтарып беріңіз. Аллах үшін. Қазір өзіңіз соған мұқтажсыз да, мысалы, қалтаңызға 100 мың теңге біреудің ақысын алып қойдыңыз. Біреуді білмей, соны барып, сол 100 мың теңгесін қайтарып беру деген нәрсе қалай нәпсімізге ұнамайды. Осындай мәселелер айта беретін болсақ, өте көп, құрметті жамағат. Сондықтан Аллахтан әрбір өтіп жатқан күнімізді, түнімізді Аллахқа, яғни хайырлы, берекелі болуды Аллахтан сұрауымыз керек, құрметті жамағат.